өз қолыңызбен мінекей велюрдан осындай тапочкалар тігіп алуға болады. Әртүрлі әшекейлеуге болады, өрнек салуға болады, стразы салуға болады, құрақтан тігуге болады, фетрдан тігуге болады, войлок, жібектен тігуге болады. Егер де мына жерде косой бейка болса, ал мына жерде тесемка дейді. Ал мынау кружева. Видеода толық бар. Мүмкін тапочканың мұрнын ашып қойғыңыз келеді. Олай да болады. Маған екі өлшем керек тапочка үшін. Біріншісі жаңағы ұзындық керек маған, аяғының табанның ұзындығы. Мысалға мынау адамның аяғы болса, мына табанның ұзындығы керек. Менде мысалға 25 сантиметр екен. 25-ке біз дағы қоссамыз 2 сантиметр, сонымен 27 сантиметр. Екінші өлшем, ол мына биіктігі, қараңыз. Аяқтың. Мына жерден осы жерге дейін сантиметровый лентамен осылай өлшеп жеріңіз. Адамның. Мысалға менде 19 сантиметр екен. 19-ға қосайық 2 сантиметр бостыққа. Сонымен 21 сантиметр. Бұл тапочкаға. Басымыздағы резинкаға, мысалы мынау адамның басы болса, мойны болса, көзі. Біз былай істейміз. Құлағы. Мінекей айналдыра өлшеңіз неше сантиметр. Мысалға, менің өлшемімде болып тұр. Менде болып тұр 59 сантиметр. Біз бұл 59-дан 1 сантиметр көреміз, алып тастауға да болады. Резинкаға байланысты. Резинкалар қатты созылатын бар, созылмайтын бар, соған байланысты. Міне осы қалады, сосын біздің жаңа көзге, мысалы мынау адамның көзі болса, мынау мұрны, енді осылай айналдыра өлшесек, ол біздің жаңа көзімізге тағатын, ұйқыға қараңғылық беріп тұратын арнайы орысша повязка дейді. Осыны айналдыра өлшесек. Мұны мен айналдыра көздің бойымен, құлақтың бойымен айналдыра өлшеген. Ол да менде 59 сантиметр болды. Енді бұл менің, мысалға, жоқ. Сол жақ аяғым, да? Қараңыз, осыны осылай жөндеп жүремін. Айналдыра 1 сантиметр қосам, қараңыз. Айналдыра 1 сантиметр қосып, осылай. Сосын, қараңыз, 17 ғой. 17 сантиметрді мына белгілеп алдым. Осылай белгілеп алдым. 17-ні, қараңыз. Мына жоғарғы детальді біз тағы да бір рет қиып алу керек. Мұны мен түсіріп алдым қағазға. Мынау менде плюс 2, 22. Енді былай істейміз, қараңыз. Қайыншымен қиямын. Осылай қидым. Осылай қидым ортасын. Осы ұзындығы, осы ара қашықтығын ашамын. 22 сантиметр болсын деп. Қараймыз. 22 сантиметр болу үшін неше сантиметр ашу керекпін. Сонда ортасын қараймын. Ортасы
менде 12,5 сантиметр ашық тұр. Осы жерге қағаз кірелеп жерейік. Мына қағаз алдым. Өстіп, жабыстырып тексеріп жерсем енді. 21 дейді. 21 шамалы. Ашайын. 22 керек бізге. Мына 22. Енді осыны тағы да ортасы жана менде қанша еді? 17 сантиметр. Мына осыны қиып алам. Енді біз бұлай істейміз, қараңыз. Осылай бүгеміз. Бүгемізде мына біздің аяқ киімнің негізінде сізде осылай қағазға бірінші істеп алыңыз. Киіп көрген дұрыс. Матаға пішерден бұрын. Енді бізге тапочканың мына бас жағына қараңыз. Мына 5 сантиметр. Мына шеті 5 сантиметр. Мына бұрышы 6, 6-дан 4 болу керек. Бүйтіп тексеріп алып отырмын. Қараңыз. Мына 6 сантиметр. 6 сантиметр. Ал мына екеуі 4 болсын. 4. Осы бұрыштан маған екеуі керек. Қазір мен екеуін қиып алайын. 6, 5, 4. Мен қиып алдым. Жаңа осылай қойдым да. Енді қараңыз, бұл біздің тапочкамыздың қай жері. Егерде бүйтіп қойсақ, мұрны шықты. Үшкір мұрны, оны малярный скотчпен осылай қосып қоям. Клейлеп қойға болады осылай. Мен екі жағын осылай клейледім. Қараңыз, тапочканың осындай мұрны шықты. Әрине, бұны енді өстіп әдемілеп жіберуге болады осылай мұны. Сосын қаншымен қиып жүреміз. Лекалдап дейді. Өстіп аламызды. Мұны қараңыз, бұл біздің тапочкамыздың үстіңгі жағы. Енді бізге керек мына жердегі шық тұрған бұрышы. Біз қазір сызамыз. Қараңыз, осындай үш бұрыш. Жан жақтары осындай болсын. 5, 5, 4. Тексерейік. 5. Мына 4. Қиып аламыз. Мына біздің үш бұрыштың ортасын қаншымен қиып қойдым. Мына бұрышын, мына орынды тауып қойдым. Егерде қараңыз, мына тапочканың жоғарғы жағын үстіне қойсақ, мына бұрыштан бастап, мына нүктеден бастап біз қиған екенбіз, қараңыз. Енді мен бұлай істеймін. Мына 5 жағы және мына екінші жақтағы 5-ін осылай түсіріп,
может ортасын қимай қойғылы болар ма еді? Маған керек мінекей мына 5 осы қағазға тисе, ал ортасы асып кетуі де мүмкін. Аса берсін. Енді әрине қазір астына қағаз қойып, мынаны осылай жөндеп жіберуге болады. Мінекей осылай. Шамалы. Осылай. Көресіз, мына жерге маған қазір қағаз жетпей тұр шамалы. Осылай. Осы жерге қазір қағаз кірелеп жібереміз. Мына ол үшін астына қағаз қойдым. Енді жөндеп жіберем. Осына қиып аламыз. Енді лекалды тексеріп жүрейік. Қараңыз. Мына осылай мысалға тігеміз. Тіккен кезде осылай бұрылып. Мыналардың бәрі тігілу керек деген есеп, иә? Қараңыз, мына жоғарғы мына қағазы көптеу болып тұр. Ал осылай әрі қарай тексерейік. Екінші жағын қоям. Осылай бұрышын жөндеп жүрген дұрыс та. Мысалы, бұрылдым. Мына ол да мына бұрышқа келіпті. Сонда мынаған осылай мінекей шамалы қосып жіберуге болады. Я болмаса, мынадан қиып алып тастауға болады. Мен қоса салам. Мына жерде де осылай белгілеп қойып болады. Енді тағы бір несін қарап жүрейік. Мысалға, тапочкамыздың алды шамалы ашықтау болсын. Жүргенде ыңғайлы. Мына осылай ашсам. Неше сантиметр аштым сонда? 14, 12. Сонда мына ұзындық менде 12 болып қалды. Осыны аламда қиып жіберем. Енді қараңыз, бұл тапочканың жоғарғы жағына осылай 1 сантиметр тігіске қалдыру керек. Қараңыз, тігіске қалдырғанда мына бұрыш жағына қалдырмаймыз. Мінекей, осы жерге қалдыру керекпіз. Осылай. Мінекей, мен қазір астына қағаз қойсам осылай. Қазір сызып көрсетейін. Мына 1 сантиметр. Осылай қостым да. Бұрышқа қарай 0. Бұрышын біз реттеп алдық, оған керек емес. Міне. Осылай 1 сантиметр қалдырдым. Енді бұны киіп көреміз. Киіп көру үшін кірелеуге болады, инемен тігіп жіберуге де болады. Степлермен де, скотчпен де, уақытша киіп көруге болады. Мүмкін сізге шамалы қосу керек. Конечно, қағаз ол тартылмайды. Ал мата ертең созылып, әйтеуір аяққа отырады. Сондықтан да мүмкін сізге шамалы кеңдеу керек. Әлде бос болмасын десеңіз қала берсін. Осылай скотчпен бәрін тексереміз. Или малярный скотчпен қазір айналдырам. Міне мен айналдыра бәрін қостым. Мына жерде, мына бұрыштарда
шамалы томпиып тұр. Мүмкін оны біз тіккен кезде матада шамалы бізде сондай түсінік бар. Отырғызып тігу деген. Или орысша припосадить дейді. Мынаны шамалы сәл отырғызып, мүмкін мата ғой, матаны өйтіп бүйтіп отырғыздырамыз. Негізінде келіп тұр бәрі. Мына бізде осындай восточный тапочкамыз шыға келді. Аяғыңызға киіп көріңіз, ыңғайлы ма жоқ па? Жазамыз, мысалға, бұл сол жағы, сол жағы пішкен кезде шатасып кетпес үшін. 10. Қандай матадан тігуге болады? Қараңыз, осы жолы мен былай істейін деп тұрмын. Көрдіңіз ғой, жұқа, жібек, матаның қалдығы. Мен осыдан тігемін. Енді тіккен кезде болашақта бұл тапочканы стиральный машинаға жуа салуға ыңғайлы болу үшін бұл үй тапочкасы, қараңыз. Мынау фетр дейді. Фетр, фетрдің, көрдіңіз бе? Жүп, жұқа осындай түрі бар. Қалында түрі бар. Фетрдің түрлі түстері бар. Басқа фетрден ою салып тігіп жіберуге болады. Оны өзіңіз білесіз. Менде жұқа түрі бар екен. Мысалға, матаны пішкенде осымен тіге салуыма болады екен. Тапочкам тұра қалады. Егер де маған жұмыс сақтау керек болса, қараңыз. Мынау машиналарға чехол тігетін мата. Жақсы, қараңызшы, демалады. Көрдіңіз ғой, көрініп тұр, формасын ұстайды, жууға да ыңғайлы. Осыған қойып, жүп жұмсақ, формасын ұстап тұрады. Қандай жақсы, осыдан да тігуге болады. Ал егерде үйде синтепон болса, мұны қараңыз. Мұны синтепон. Синтепонмен де тіге салуға болады. Одан да тігуге болады. Жұмсақ түрін. Сосын сіздерге мына үшкірді істеудің ондай керек емес болса, тіпті жеңіл жолы бар. Олай да болады. Ол енді сіздің өзіңіздің фантазияға. Мынаны біз паутина дейміз. Паутинка дейді. Мынаны паутинка. Қараңыз, егерде мен паутинканы қазір осы синтепонның үстіне қоям, пішкеннен кейін осылай қойдым. Өтектеп жіберсем, синтепон мына матаға жабысады тағылады, қандай әдемі, оны да пайдалануға болады. Вот сіз өзіңіз ойланыңыз. Косой бейкілер. Сіз өзіңіз қандай пайдаланғыңыз келеді. Және мынандай тесемка. Оны да пайдалануға болады. Мына кружеваның жақсы жері, көріңіз, составында резинкасы бар. Сондықтан да мынаны айналдырып тіккен кезде тапочканы өте ыңғайлы бұрып отыруға, тартып отыруға. Негізінде осындай кружеваны алған дұрыс-ау. Ал мына тапочкаге қараңыз, айналдыра мынандай тесемканы пайдаландым. Бір жақ аяқ киімге, оң жақ сол жағын және табанына мен не алдым? Табанына мен мынандай фетр алдым. Қараңыз. Фетр менде жұқа. Я болмаса сіз бұратала қалың түстес фетр ала салуға болады. Сол кезде менікіндей, қараңызшы, менде осы жұқа бір фетр. Мынау жаңа автомобильный чехолдарға пайдаланатын, қараңыз, ауа өткізеді, көрініп тұр сетка. Поролон. Мына мен осыны
пайдаланамын эксперимент ретінде, өйткені менде тапочканы бірінші рет тігейін деп тұрмын. Енді мынау кәдімгі астарлық мата. Міне. Сонда менде неше құрақ болып кетейін деп тұр. Және мынандай вельюр. Осылай пішіп аламын. Мына менің құдай қаласа тапочкам. Осындай тапочка болайын деп тұр. Бұған мынандай бахрама. Осылай сала саламыз. Енді қараңыз, мысалға мынау тапочкамның сырты болса, іш жағы астар керек. Фетр күйінде қалдыра беруге болады. Бірақ мен мына осындай жібектен салайын деп отырмын. Бұл жібегім жыбырлақ болғаннан кейін мынандай дублиринді жабыстырдым. Үстіне лекалды қойып қиып алған едім. Енді осына айналдыра қиып алам. Мына аяғынікі, мынаған. Мына екеуін қазір қиып алам. Мына мата көрдіңіз, қандай жыбырлақ. Бұны дублирин деуге болады, қараңыз. Дублиринге, мынандай дублириннің арзан түрі матаны қатайтады. Осылай өсіп қатайтып, бұны қиып алуға болады. Дублириндегі мына клей матаға жабысып қалады будың арқасында. Жібек мата кейде мына қараңызшы, қаншаға дұрыс қиылмайды, жыбырлап, сол кезде мынандай арнайы пышақ бар. Мына дисковый нож дейді. Роликовый нож деп айтып атады. Қараңызшы, қалай бұл жақсы қиып шығады. Бұл осылай тігіледі. Қараңыз. Енді қараңыз, мына астары, мына үстіңгі жағы. Мен аламда тігуге ыңғайлы болу үшін алдын ала қолмен көктегенше осындай булавка қыстырып алам. Менің булавкаларым мінекей мынандай, маған өте ұнайды, ыңғайлы. Матаны өзінің артынан алып, жаңағы теспейді, жіптерін іліп алып кетпейді, өте ыңғайлы. Осылай қазір қыстырып алам. Мына мен астармен тігіп алдым. Тігу барысында мен ойладым, мына негізінде мына велюрді алдын ала дублиринмен клейлеп алған дұрыс негізінде. Енді тапочканың дәл ортасын тігіп жібереміз осылай. Қайтарып жібереміз. Артық жіптерді алып тастап отырамыз. Мына ортасын тіктім. Енді үш жағы. Тіпті үш жағы менде қалдыруға да болады екен осылай. Осындай тапочка болады. Ол да әдемі. Бірақ осы жолы біз мына жағын қалдырамыз, көк. Енді мен мынаны ойлап тұрмын. Бұны косой бейка бар, қараңыз. Косой бейка. Косой бейкамен, көрдіңіз ғой, дайын косой бейкалар осылай өтектелініп тұрады.
осыны алып осылай тігіп жіберуге болады қазір үстінен. Осындай. Немесе осы матадан көрінбесін деп оны да тігіп жіберуге болады. Я болмаса, қараңыз, былай ашып жіберемін де үстінен осылай бір тігіс, екі тігіс жүруге де болады. Қараңыз, косой бейканы екі қабаттамай, осы бір қабатпен бірінші тігем. Осылай ашамын. Енді бұны қайтарып тігіп жіберемін. Егер де маған мына жері қалыңдау болса, бұны қиып жүрген дұрыс, мына шетін. Бұлай. Шамалы жоғартам. Ол неге қалың болады? Өйткені қараңызшы, ішінде қаншама неше қабат. Әрине ол қалың болып кетеді. Енді үстінен тігіп жіберуге болады. Міне, осылай тігіп жібердік. Бұл дайын тұр. Енді мына тапочкамыздың мына жерін косой бейкамен өңдейміз. Оны да дәл осылай қараңыз. Міне. Осылай ашамын. Тігіс жүргіземін. Артығын шамалы аламын осылай. Осылай ұзынан тігіп шығамын. Мына осылай тігіп алдым. Енді осылай осын үстімен жүремін. Мынаны осылайнан жаңа сырыпта алып алуға болады, неше түрлі өрнек салып. Дәл осы моментте осы жерлерге аппликация жасауға болады. Өзіңізге ұнайтын. Ою, дайын ою өрнектер, я болмаса өзіңіз құрап. Мына дайын. Енді әрі қарай. Менде мынандай әшекей дайын тұр. Оны сосын қолымен тігіп жіберермін. Көрем. Әлі білмей тұрмын. Енді мына табанына келгенде қараңызшы. Бұл қайттан жыбырлап кете береді. Сондықтан да негізінде мен сырып аламын оны. Осылай. Арнайы тіпті білмей тұрмын. Қазір ойлап табамын. Мысалға қараңыз. Мінекей.
мата зырғанап шығып бара жатыр. Осылай ұстап тұрамын. Мысалға, осылай сырып алайын. Мінекей, қойдым. Ұстап тұрамын. Осылай болсын. Сол кезде бұл шамалы тігуге де ыңғайлы болады екен. Жіптерін тазартып отырсақ, енді мысалға осылай жүрсем. Міне мен осылай сырып шықтым. Негізінде дайын сырылған маталардан да тіге салуға болады. Енді қараңыз, міне. Енді осыны айналдыра тігіп шығу, жеңілдеу болайын деп тұр. Осыны айналдыра тігіп шығам. Міне осылай қоямын да. Көріңіз ғой, мына белгіленген орын бұл бізге керек. Лекалда. Өйткені сол орыннан бастап, міне мен осылай тігем. Осы бұрышқа келем, осы бұрыштан бері қарай келем. Міне. Осылай қойып аламын да. Айналдыра тігем. Мына үш бұрышқа алып келем. Осылай. Міне, мына бұрышқа дейін осылай алып келдім. Мына шығып тұрғанды бері қарай бұрып жібердім. Енді осы бұрыштан мына орынға дейін. Тігерден бұрын осылай тексеріп алыңыздар. Осылай қолмен. Болмаса булавка қыстырып. Енді тіге беруге болады. Міне мен тігіп жатырмын. Тіккен кезде шамалы матаны осылай отырғыз жерге болады. Осылай ұстап тұрмын. Мына жерде мата 1-2 миллиметр көптеу шығар. Қараңыз, осылай. Осылай отырғыз жереміз. Булавка қыстырып қойдым. Мына белгіленген жерден әрі кетіп тігіп жермес үшін. Осылай. Енді мына тігілгенді қайшымен артығын алып тастаймыз. Өйткені қазір мен айналдыра дәл осындай косой бейка дейді, қиғаш лентаны. Өстіп артығын бәрін тазартып, мына тұрған осының бәрін алып тастаймыз.
бәрі керек емес. Мына тігілді бәрі. Дұршы. Косой бейканы мына жерден бастаймын. Осылай айналдыра. Мынаны жаңа қалай тіктік, дәл солай айналдыра тігем. Мында қараңыз, енді екінші түрінде қараңыз, екі ортасы тігілді. Енді осы екі ортаға тігіс салып жіберем. Тігіс салғанда қараңыз, мына тігілгендерін мына шет, матаның екі шетін бір жағына қарай осылай ұстап, осының үстінен тігіс берем. Сол кезде бұл жинақы болады. Қараңыз, мына. Бұл тігіс тігілген тігісті бір жағына қараттып, және мына тігісті ашады осылай. Көрдіңіз? Мына қысылда ол қазір жақсы көрінеді. Мына. Мына бай қиып жіберуге болады. Осылай ашамын да. Мына тігістің бәрін бір жағына қаратып тігіп жіберем. Қалың болып кетпес үшін мынаны ішінен шамалы қиып жібердім. Фетрді. Мына. Көрдіңіз, велюр бір орында тұрып тігілгісі де келмейді. Сырғанап. Өзі сондай мата. Осылай болады. Енді біз қалай тігеміз? Екі бетін, екі онды кездестіріп, тігіс береміз. Тапочкамызге, мына жерге. Енді осы тігілгенді, қараңыз. Осылай ашамыз да, мына тігістің бәрін жинап, астар жағына тігіс саламыз. Бет жағына тігіс түспейді. Мына осылай. Енді тапочкамыздың сыртқы жағы. Өтектеп жіберуге болады. Осы жерін. Қараңыз, өтектеп алған қандай тамаша. Өтектеп алғаннан кейін мына орталарын бәрін кездестіріп, булавка қыстырып, мына шетінен бүкіл керек емес қисық, я болмаса артық шығып тұрғандарды қиып алып тастаған жөн. Мен қазір алып тастаймын. Енді мына мен белгілеп қойдым. Өсіп сырып алдым. Енді қараңыз. Осылай тігу керекпін. Мына бұрышқа дейін алып келу керекпін осыны. Осылай тексеріп алдым. Енді тігеміз. Мына айналдыра тігіп шықтым. Енді қазір артығын қиып алып тастаймын да. Косой бейкамен айналдыра тігіп шығамын.
Енді тапочкамызды модельдейміз. Мысалға, мынандай тапочка жасамыз келсе. Осылай. Ол үшін есіңізде ме, біз мына мұрнын алып тастаймыз. Ал мына жағында 1 сантиметрге тігіске қалдырғанды қараңыз, мына мен жауып тастап, үстінен қойдым. Мына біздің тапочкамыздың жоғарғы жағы шықты. Ал егерде мына мұрнын сәл қиып алып тастасам, бас жағын, мына менде осындай орын болады. Басын алып тастаймын. Мына біздің тапочкамыз шыға келді. Мына қараңыз, мынау синтепон. Кәдімгі простой синтепон. Қараңыз, менде 2 қабатталған. Бір қабатында салуға болады. Ал мынау жаңа метрлеп сататын паутина дейді. Бұл өтектің буы тегенде балқып, клейленіп қалады. Қараңыз, синтепон тұр. Синтепонның үстінде паутина тұр мына. Паутинаны қойып алайын осылай. Қараңыз, паутинаның құрауға болады. Осылай қоямыз үстіне. Жетпеген жерлеріне осылай құрап жіберуге болады. Енді мына матам жыбырлап тұр. Мысалға, кейбіреуіне дублирин, мынаған жабыстырған жоқпын. Бұны бірден мына паутинаға және синтепонға жабыстырып жіберем. Қараңыз. Көріңіз, паутина үтіккеде клейленіп, осылай тіпті бүлдіреді. Егерде паутина өсіп кейсе, бумен алып тастауға болады. Көріңіз қалай? Паутина клейленіп қалады. Сондықтан да паутиналардың үстіне осылай марляны қойып, үтіктеп жерген дұрыс. Осылай үтіктеліп қалады. Артығын алып тастаймыз.